Аярудың бала күнгі арманы биік сахналарда ән шырқап, мыңдаған көрерменнің қошеметіне бөлену еді. Ол өзінің тума таланты мен даусына сенетін. Күндердің бірінде тағдыр оны музыка әлемінде аты дардай, талайды жұлдыз қылған ықпалды продюсер ағаймен жолықтырды. Сәнді мейрамханалардың бірінде өткен кездесуде ағай Аярудың даусын тыңдап таңдай қақты. Сенің даусыңда сиқыр бар. Бірақ қазіргі заманда тек талант аздық етеді. Саған мен сияқты мықты тірек керек, деді ол Аярудың көзіне тіке қарап. Ол Аяруға қымбат клиптер, шетелдік гастрольдер мен хит әндерді уәде етті. Аяру бұл сөздерге мас болып, арманның орындалуына бір-ақ қадам қалғандай сезінді. Алайда бұл көмектің өз бағасы бар еді. Ағай Аярудың алдына ерекше шарт қойды. Мен сені жарық жұлдыз қыламын, бірақ бір талабым бар. Сен маған толықтай бағынуың керек. Мен не айтсам, соны істейсің. Қайда бар десем, сонда барасың. Егер маған қарсы келмесең, абыройың асқақтайды, деді ол салқын дауыспен. Аярудың ішінде бір қорқыныш ұялағанымен, сахнаға деген құштарлығы басым түсті. Ол ағайдың айтқандарының бәрі тек жұмыс бабында болады деп өзін жұбатты. Бірақ ол бұл келісімнің артында өзінің еркіндігі мен ар-намысын біртіндеп жоғалтатынын әлі сезбеген еді. Осылайша ол өз қолымен өзін алтын торға қамап, беймәлім әрі қауіпті жолға алғашқы қадамын жасады. Аярудың жұлдызды өміріне дайындық басталғанда, ағайдың талаптары кәсіби деңгейден жеке қарым-қатынасқа қарай тез ауыса бастады. Ол Аяруды қаланың шетіндегі сәнді пәтерге көшіріп, оның ескі достарымен және отбасымен байланысын шектеп тастады. Ағай оған қымбат, тым ашық киімдер сатып алып, оның имиджін ұятсыздау образына қарай бағыттады. Ол Аяруды кешкілік студияға емес, ықпалды адамдар жиналатын жабық отырыстарға жиі ертіп баратын болды. Бұл сенің болашақ демеушілерің, оларға күлімдеп қара, көңілдерін аула деген бұйрықтар Аярудың нәзік жанын жаралады. Бір күні кешкілік, кезекті отырыстан соң ағай оны үйіне дейін шығарып салды. Пәтерге кіргенде ол есікті ішінен құлыптап алды. Сахна, бұл тек дауыс емес, бұл құрбандық. Сен маған адал екеніңді дәлелдеуің керек, деді ол суық жанармен. Аяру қарсыласуға тырысты, бірақ ағайдың, егер қазір бас тартсаң, барлық шығындарды мойныңа ілемін, және ешқашан әнші болмайсың деген қоқан лоғысы оны тоқтатты. Ол түні Аярудың арманы оның арымен алғаш рет бетпе-бет келді. Ол өзінің ең қымбат қазынасын, пәктігі мен намысын, жұлдыз болу деген жалған үмітке айырбастауға мәжбүр болды. Таңертең ол айнаға қарағанда өзін танымады. Оның көздеріндегі ұшқын сөніп, орнын терең өкінішпен жиіркеніш басты. Бірақ шегінерге жол жоқ еді, ол тыйым салынған есікті өз қолымен ашқан болатын. Аярудың өмірі енді екіге бөлінді. Күндіз ол сахнаға дайындалатын болашақ жұлдыз болса, түнде ағайдың айтқанынан шыға алмайтын еріксіз тұтқынға айналды. Ағай оны психологиялық тұрғыдан толық бағындырып алған еді. Бір күні түн ортасында ағай оны студияға шақыртты. Аяру жаңа ән жазамыз деп үміттеніп келгенімен, студия іші мүлдем басқа жағдайға дайындалған болып шықты. Іште ағайдың тағы екі досы, ықпалды шенеуніктер отыр еді. Бұл кісілер сенің алдағы үлкен концертіңді қаржыландыратын демеушілер. Оларға өзіңнің тек даусың ғана емес, барлық қырыңнан ұнауың керек, деді ағай темекісін тұтатып тұрып. Аярудың денесі мұздап кетті. Одан тек ән айту емес, сол еркектердің алдында ашық би билеп, олардың ерсі қылықтарына шыдау талап етілді. Ол қарсылық білдірмек болғанда, ағай оны шетке шығарып: сен осы күнге дейін жасағандарыңды ұмыттың ба? Егер қазір бас тартсаң, мен сенің барлық видеоларыңды желіге салып жіберемін. Сенің де, отбасыңның да бетіне шіркеу болады деп бопсалады. Сол түні Аяру студияның қараңғы бұрышында өзінің абыройын тағы бір мәрте сатып, ағайдың достарының көңілін аулауға мәжбүр болды. Ол өзін адам емес, жай ғана сатылатын тауар ретінде сезінді. Таңға жуық үйіне оралғанда, Аяру ваннада ұзақ жылап, үстіндегі кірді жуып кетіргісі келді. Бірақ жан дүниесіндегі кір жуылмайтынын ол жақсы түсінді. Енді ол тек әнші болуды ғана емес, осы бір тозақтан қалай құтылуды ойлай бастады. Бірақ ағайдың құрығы тым тереңге жайылған еді. Аярудың жұлдызды сәті жақындағандай көрінді. Ағай уәде еткен алғашқы бейнебаянның түсірілімі басталды.
Бірақ бұл аяру армандаған өнер туындысы емес, нағыз масқараның басы еді. Түсірілім алаңында ағай аяруға өте қысқа және ашық киімдерді кигізді. Режиссер одан өнерге емес, нәпсіге негізделген ерсі қимылдарды талап етті. Аяру, сенің даусыңнан бұрын денең сатылу керек. Қазіргі көрерменге тек осы қажет деп ағай сырттан айғайлап тұрды. Ол камераның алдында мың бұралып, өзінің ыңғайсыз сезінсе де, ағайдың суық жанарынан қаймығып, барлық айтқандарына көнді. Түсірілім аяқталған соң, ағай аяруды демалуға емес, кезекті бір іскерлік кездесуге алып кетті. Бұл жолы ол аяруды жаңа бір демеушіге таныстырмақ болды. Ол аяруды сол адамның қасына қалдырып, өзі сыртқа шығып кетті. Аяру сол түні өзінің тек ағайға ғана емес, оның айналасындағы кез келген ақшалы адамға қызмет етуге міндетті екенін түсінді. Бейнебаянның алғашқы кадрларын көргенде Аяру өз-өзінен жиіркенді. Экрандағы қыз оның аңсаған әншісі емес, біреудің ойыншығына айналған бейшара ару еді. Ол өзінің абыройын ақша мен атаққа айырбастап жібергенін, енді оны ешқандай сахна тазарта алмайтынын сезіп, іштей егілді. Бірақ ол әлі де бәрі бекер емес, ертең жұлдыз боламын деген соңғы үмітке жармасып тұрған еді. Бейнебаян дайын болды. Ағай оны барлық музыкалық арналар мен әлеуметтік желілерге жарнамалап, жылдың басты сенсациясы деп жариялады. Аяру толқыныспен алғашқы көрсетілімді күтті, бірақ экраннан өзін көргенде төбесінен мұздай су құйып жібергендей болды. Бейнебаян өнерден гөрі ересектерге арналған фильмнің үзіндісіне көбірек ұқсайтын. Аярудың нәзік даусы емес, оның ашық денесі мен ерсі қимылдары алдыңғы планға шыққан. Бейнебаян желіге шыға салысымен астында мыңдаған пікірлер жазыла бастады. Бұл әнші ме, әлде басқа ма, абырой қайда, қазақ қызына тән емес қылық деген ауыр сөздер Аярудың жанын пышақсыз тілді. Ол өзін жұлдыз емес, бүкіл елдің алдында масқара болған, абыройы төгілген жан ретінде сезінді. Аяру жылап ағайға хабарласқанда ол мүлдем басқаша сөйлесті. Несіне жылайсың? Қарашы, қанша қаралым жинап жатырмыз. Негатив болса да, бұл танымалдылық. Қазір хайп осылай жасалады деп ол тек ақша мен статистиканы ойлап тұрды. Аяру көшеге шығудан қалды. Оған таныстары хабарласып келемеждей бастады. Тіпті үйдегі ата-анасы да бұл видеоны көріп, біз сені қалаға осындай масқара болу үшін жібердік пе деп теріс айналды. Аяру ағайдың айтқандарына көніп, жұлдыз боламын деп жүріп, өзінің ең жақын адамдарынан айырылып, жалғыз қалғанын түсінді. Оның абыройымен бірге болашаққа деген үміті де сөніп бара жатты. Бейнебаяннан кейінгі шу басылмай жатып, Аяру өзінің ағай үшін кім екенін нақты түсінетін сәт туды. Ол өзін жұлдыз сезінгісі келгенімен, шындығында ол тек уақытша қолданылатын құрал ғана еді. Бір күні Аяру студияға ескертусіз келіп, есіктің арғы жағынан таныс дауысты естиді. Ағай дәл өзіне айтқан тәтті уәделерін басқа бір жас қызға айтып жатыр екен. Сен нағыз талантсың, ал анау Аярудың уақыты өтті, ол тым тез ластанып кетті деген сөздер Аярудың жүрегіне оқтай қадалды. Ағай жаңа қызға да толық бағыну шартын қойып, дәл сол тозақ жолына салып жатты. Аяру ішке кіріп айқай шығармақ болғанда, ағайдың жүзі мүлдем суып кетті. Ол бұрынғыдай еркелетпей, дауыс көтере сөйледі. Сен өзіңді кіммін деп ойлайсың? Сенің абыройыңды мен сатып алғамын. Егер маған кедергі жасасаң, қолыңдағы барыңнан да айырыласың. Пәтерден тез арада көш, деп ол Аяруды далаға қуып шықты. Аярудың ешқандай құқығы жоқ еді. Ол қол қойған келісім шарттардың бәрі оны құлдыққа байлап қойған болатын. Оның абыройы төгілді, ата-анасымен қарым-қатынасы үзілді, ал енді оны қорғап қалады деген жалғыз адамы оны қоқ сияқты лақтырып тастады. Ол үлкен қаланың ортасында аты шыққан ұятсыз әнші деген атпен жалғыз әрі дәрменсіз қалды. Аярудың өмірі бірақ сәтте күл-талқан болды. Ағайдың пәтерінен қуылып, қолындағы соңғы ақшасы таусылғанда, ол үлкен қаланың суық жүзін шын сезінді. Енді оны ешкім сахнаға шақырмайды, ешкім оның даусын естігісі келмейді. Көшеге шықса, адамдар оны танып, сыртынан күбірлеп, мазақпен қарайтын болды.
Бейнебаян желіде әлі де таралып, астындағы пікірлер Айарудың абыройын күн сайын аяққа таптап жатты. Бұрынғы достары оның қоңырауларына жауап бермейтін болды. Тіпті қарапайым жұмысқа орналасайын десе де, сіз баяғы ұятсыз бейнебаяндағы қыз емессіз бе деген сұрақтан қаша алмайтын. Ол өзінің есімі таза өнермен емес, масқара оқиғамен байланыстырылып қалғанына іштей егілді. Айарудың ең үлкен қасіреті отбасынан айырылуы еді. Әкесі абыройымызды айрандай төктің деп оны үйге жолатпай қойды. Анасының жылаған дауысы құлағынан кетпейтін болды. Ол ағайдың барлық айтқандарына көніп, жұлдыз боламын деп жүріп, өзінің ең басты тірегі, жақындарының сенімін сатып жібергенін кеш түсінді. Түндерін арзан жалдамалы пәтерлердің бұрышында жылаумен өткізетін Айарудың денсаулығы мен жүйкесі сыр бере бастады. Ол өзін әлемдегі ең бақытсыз және ең жексұрын адам ретінде сезінді. Арман қуып келген жас қыздың орнында енді жаны жаралы, абыройынан айырылған бейшара жан ғана қалды. Ол осы тығырықтан шығар жол таппай, өзін-өзі жек көрудің ең биік шыңына шықты. Айарудың өміріндегі ең қараңғы кезең өз шыңына жетті. Ол енді жұлдызды армандауды қойып, жай ғана аман қалудың қамын ойлай бастады. Бұл бөлім құрдымға кеткен абыройдың ашық қорытындысы мен кеш келген түсініктің хикаясы. Шындықты мойындау. Айару қаланың шетіндегі кішкентай бөлмеде отырып, өткен жолына көз жүгіртті. Ол ағайдың айтқандарына көніп, сахнаға шығу үшін жасаған әрбір қадамы, оны шын мәнінде өнерден алыстатып батпаққа батырғанын ұқты. Өнер тазалықты сүйеді, ал мен оны лас жолмен алғым келді деген ой оның санасына алғаш рет орнықты. Ол өзінің ең үлкен қателігі біреудің айтқанына соқыр сеніп, өз арын билік пен ақшаның алдында құрбан еткен екенін түсінді. Үлкен сабақ. Айару өзінің өткенін өшіре алмайтынын білді, бірақ ол бұл оқиғаны басқа жас қыздарға сабақ болсын деген ниетпен жасырын блог жүргізе бастады. Ол жерде шоу-бизнестің жылтыр сырты мен оның артындағы лас шындықты, ағайлардың алдамшы уәделерін бүкпесі жазды. Егер саған біреу жұлдыз қыламын деп, сенің намысыңа қол сұқса, қаш. Арман үшін арыңды сатсаң, соңында не армансыз, не абыройсыз қаласың деп жазды ол соңғы жазбасында. Хикаяның соңында Айару қаланы тастап, ешкім танымайтын шалғай ауылға жұмысқа орналасады. Ол енді әнші болуды армандамайды, бірақ мектепте балаларға музыкадан сабақ бере жүріп, жанына тыныштық табады. Оның абыройының дағы толық жуылмаса да, ол өзін кешіруді және өмірді басынан бастауды үйренеді. Бұл жол өкінішке толы болса да, оны нағыз өмірді түсінуге мәжбүр еткен ауыр сабақ еді.